Яхшы болсын, аяулы Ноғай радио тыңлаушылар. 103.2 толқынында туған тілде хабарласуымызды бастаймыз. Үрметлі радио тыңлаушылар, бүгін бізде Ноғай радиосында сыйлы қонақ. Ол Дағыстанның атқазанған халық жазушысы Бике Исқаққызы Құлыншакова. Біздің белгілі шайырымыз Гамзат Әжігілдиевтің 80 жылдық мерекесіне рас барып, біз оны сыйлы қонағымызды шақырдық. Бүгін радиоға оның яратушылық жолы ақында хабарламаға сөз береміз сізге, сыйлы Бике Исқаққызы. Гамзат Әжігілдиевке міне 80 жыл тола қойды. Егер Гамзат әлде яшаған болса, яңы 80-ге етегеді. Біз енді басында ойлаймызшы, бала заманда бізге 30-40 жаста бір үйкон болып көрінеді. Онан соң яшай келе өзіміз бізге 60 жаста онша үйкон болып көрінмейді. Тағы да яшай келе ойлаймыз 80-ді азды. Бөтенде яратушылық істі ететін адамлерге не шағы ясаса да жыллар аз. Неге десе олар еткен істі халыққа қалдырып кетеді. Халық оқияқ, халық білейік, соның үшін де олардың көп болған сайын ісі халыққа ару болады. Гамзатты мен былай танығамын, онша көп танымамын. Болса да оның яратушылық ісі ма көп жылдардан бері бек жарайды. Тек ол заманларда менің қолымда газет жоқ, журнал жоқ. Соның үшін де өзім ойымды көп ондамада айта алмадым. Міне әлі 70 жылдығына да байтерек о zaman шығатан еді. Онда бергенмін затлар. Статьялар бергенмін. Ших Мұрзаевтықын тауып бергенмін. Өзімнен де бергенмін. Ятлауларын да бергенмін бірнеше кере. Міне әлі 80 жылына әру болып әзірлендік. Журналға байтерекке датына тысына Гамзаттың суретін салдық. Енді мұны көп қайда, бұл журнал қайда да кетті, мұны көбісі көрді бұның датын. Міне арт бетіне кені қалайда Әжігілдиева Асия-Бадиевна көмек етіп, суретлер таптық, мұтылған, жойылған суретлер. Соның үшеуін міне салдық 3-ші обложкаға. Көп болған болса 4-шіге де салыяды, өзге датылары табылмады суретлері. Онан соң Гамзаттың ақында şu 80 жылығы манзат болып, көп адабият мақалаларын бердік. Поэт болып туған еді. Мұны Шайдат Курмангулова yazған. Ана бала ем татымлық, бұл Ших Мұрзаевтықы. Сесің сенің өмірлерге заңырар. Бұл Келдіхан Құмратов адық. Келдіхан Құмратов оны яп-яс заманында yazған. Ondan soң даттықы бар, Сейдахмет Рахмедовтықы бар, Гамзаттайлар сирек туадылар. Еңізіне біз даттықын бердік. Асият Манкаева Әжігілдиевадықын балалық пан көп затты аңламадық, оның ескеруін. Ол Гамзаттың ақында ескеру етті. Ең басында мен өзім статьям яғасынан шығып кеткен жылғадай. Бұл яғасынан шығып кеткен жылғадай bu bir stroşka onun özünden alıngan, Gамзаттың bir yatlağından alıngan. Сөйтіп көп затлар бердік мұның ақында. Ең ізінде Гамзаттың поэзиясын бердік. Бердік деп сөйлеймін, енді о затларды мен жалғыз етемін дегендігі. Bizim ортақ редакциямызда басқа миллетлер де барша журналлар шығаратан, еттатан. Біз бір-бірімізбен онда қатысамыз, маслағатласамыз. Гамзаттың балалығы, мен оның жашауын ақында көп ойлағамын, бек ауыр болды, оны бәрі де біледі. Ол 2 жасында анадан қалған, атадан да қалған деп сөйлеме болады, неге десе ататты көрмеген ол. Ата соның бір ерде шейтан болған, оны соң дауға кеткен, сонымен жоқ болып қалған. Бұл бақыр, мұның ең дақлары, ең үйкен тудықлары, мысалы мұның ағасы, әптесі Хадижат, Бәди, олар видно басқа атадан туған болғандыр, олардың отчествосы басқа. Олар о zaman біраз үйкон болған, олар интернатта болған, онан соң яп-ясылай Бәди Әжігілдиев дауға кеткен, Хадижат педучилищеде оқыған, соның үшін олар көрмеген ол. Бұл кішкейлі 2 жасынан алып, бек қатының қолында қалған. О қатын жат қатын. Бұға бір қардашлығы да жоқ, бір заты да жоқ, жат әдем.
Ол оның атасының екінші жіпшесі болғандыр. Ол өзінің қызын сүйеді, мұны иттей етіп қолланады Камзатты. 2 жасынан 7 жасына дейін 5 ел міне еңді міне психика өсетан заманда адамның қылығы өсетан заманда сондай заманда бәрі затты ясалады табиятпен. Міне сол заманда ол сол анадың қолында өскен қатананың қолында. Соның ішінде оның жүрек ярасы сондайды үлкен бітпейді. Уже неше жыллар ол міне датта да оқығанда да, Литинста оқығанда да, әдебиет институтында да. Сол бір кішке яшауда қиынлық болса, сол зат шығады онда. Сол яра шығады, яңырады. Әне сол зат оға оның яшауына бек көп қиынлық көрсеткен. О қиынлық үшін айында. Неге десе 7 жасында бұларды өкімет дау біткен доқта, о заманда өкімет қалай қиын болса да балаларға қарайтан болған жетім балаларға. Ашылық, ялаңашлық заман кәнішіне. Сонымен бұларды өгіз арбамен тиеп бәрі етімлерді шу Ноғай районынан әкетеділер қалаға, кезлер қалаға. Солардың ішінде Камзат та болған. Міне сол 7 жасынан алып, оға басқа заман басланады. Басқа заман өлшемі. Неге десе, сол детдом балалардың оға бек ярайды. Онда бұларды таптаз етіп сақлайды, ашатады, тойдырып. Мұны бір үлкен партық етіп олтыртадылар. Бұл оқып баслайды, оқып yazып. Бұл үлкен разылықпан сол балалар үйінің ақында, сонда әдемлер ақында бек үлкен разылықпан жазады. Оның жүрегі сондайда таң болған Камзат. Өше таң әдем ол, бек таң әдем. Неге десе, балалы қиынлық көрген әдемлер яшауда яды айлық яман қаты боладылар соңында. Олар өшлі боладылар. Мен маға бұлай еткенлер, даже міне әлі киноларды көрсетеді сол затты. Өтіріктен ұшынан бәрінді өшлетіп көрсетеді. Бала заманы қаты болған, бала заманы яман болғандыр. Режиссерлар сол затты дұрыс етпейді. Неге десе, о біреулер солай. Басқа балалар бек таң болып өседілер. Олар өзлерінің осал болып қиынлық көргенін басқаларда көрсе, yazığı ейді. Камзат açı келді, солай әдімлерден болған, таң әдім, yazığı ейтен болған, бәріне де көмек еткісі келеді. Неге десе, оның есіне әрекетлеп, сол бала шағы көрінетен болған. Соның үшін де оның yazığı ейді бәріне де. Міне сол затлары бәрі де оның яратушылық ісінде көрінеді бізге. Оны міне затын, міне мұнда шелтер сүйу етті жүректі, сүйу туыл, елдей болған көп сөзлер. Күшлі елде ялаңаш болар теректі, оны көріп білер сақ көзлер. Камзаттың өзінің көзлері бек сақ болған, басқаларының қиынлығына. Тек міне Камзаттың өзінің жүрек ярасына, оның қиынлығына өзіқта сақ көзлер яшоды көп болмаған. Оны ағасы бәді бек даткен, міне ол уже даттан бәді өзі даудан келіп, Ноғай районға ішлемeye келгенде, өзді әйелді бар, бәді оны баслайды. Тербиялап, қолға алып, өзінің көмегін етіп баслайды оға. О zaman мұны терекілге әкеледілер қаладан. Қаджет яуланынан бәді екі әкеледілер терекілге. Бұл үйренгенше интернатта тұрып. Бұл оларда тұрғысы келмейді, бәдейде тұрғысы келмейді. Бәдейде әру, о zaman оның құлығы да әру, яшау әлілері де әру. Болса да бұл интернатта тұрғысы келеді. Неге десе үйренген сөйтіп өсіп. Болса да бәдей үйіне де тесіз баратан болған. Онсың бәдей бұл айтады парт школада оқы дейді. Енді өзі партийный әдім болғанға, сонымен бұл оқиды, армияда барып келеді. Болса да мұның жүрегі бармайды ондай құлыққа. Сонымен бұл ағасын айтады. Сен өкпелеме, мен Москва әдебиет институтына кетіріп, мен ятлаулар язам дейді. Бәдей қарсы тұрмайды. Бәдей айтады, бар дейді, сілі ярайтан болса бар, мен саған ақша яқтан дайымды көмек етерім дейді. Мен сөйтіп, өзіқті аданаслық бір-бірісіне табылшы қалай болса да, yollar қаяқтан, басқа яқтан келген болса да. Сонымен бұл бірінші ноғайлардың арасында, міне Қобан ноғайлардың арасында, Астрахан ноғайлар, бәрі қара ноғайлар, Ставропольский ноғайлар, бәрінің арасында Камзат бірінші болып әдебиет институтына түскен, Москва барып. Экзамендерді берген, конкурстан да өткен, сөйтіп оқып баслаған. Аз заман ішінде, оның ақында, о заманда
Бені совет әдемлерін барша, мен созатқа бір яқтан шығып жүрім келеді. Мен де естігем о хабарларды о заманда біраз. Уже Гамзат өлгенде со хабарлар айтады. Ол іше таған еді, ол іше таған еді, іше. Вот ішкен әдем, іше тағанды болғандыр белкі да. Айланғандан язудан тыншайған заманда. Ол сіздей болып күнде де ішпеген ше. Ол айланғанда ішкен басын біраз сама босатар үшін. Іше таған әдем онша поэмалар yazып бола ма? O poemalar yazу үшін ол іші әдемлермен жоқ батар. Онша ятлаулар yazып, даудың ақында, шөлдің әне бәтірлері ақында, неше ятлаулары бар, сүйім ақында. О затлар кім еткен? Оға біреу оны берген ми сауқат етіп? Міне біздің сол замандағы міне біраз әне советский зат қылық. Бәр затты да ақ қара деп. Міне әдем ақ, міне әдем қара. Бір кішкене кей басқалай яшаса, басқалай ойлап басласа, ол адамды олар аңламайды, арасы аңламайды. Значит, ол адам қара. Вот сол Гамзатқа да сол ішеді, нетет деген сөзлерді тез жаққан, ойламан адамдар көп болған о zaman. Ойламай сөйлейтін адамдар. Әлі мен сүйінемін, ызғы елларда, сонан соң уже өзіқтен ақылы болды халық. Гамзатты да йойдылар, кадриятты йойдылар. Онысын уже аңлап басылағандар да ойлаймын, мен заманда түрленетші, уже ойлап басыладылар. Аңладылар, олай ақасы ярамайды өйтпеге. Ол ішпеге де болады. Ол өкпелеме де болады. Ол жазатан едім, оның басы толы ойларға, басы арыйдышы. Оға біраз босамаға керек, басы босатпаға керек. Әлі ойлаймын, әлі озатларды аңлайтағандар деп. Сөйтіп сенемін. Өзіқті етеділер шендік, әру кешліклер етеділер. Қайда етеді оны, bizim район етеді оны өзінің оғайларына, өзінің белгілі адамларына соға көрі. Солай болсын, ендігіден армаған да өзлерінің балаларына да созатты айтып кетпе керек. Ясиконлар, оғайлар. Негеде сәл балалар көп затты аңламайды, оқымайдылар көп затларды. Гамзаттың міне ұру заты шелтер сүйу етті жүректі деген, бұл мұнда баршы, тек қызға сүйудің ақында, тек ол затты олы. Бұл сүйудің ішінде адабият да бар. Неге десе, адабият сондайды қиынғылық, яратушылық ісі. Сүйген әдем оны етеді. Сүймеген әдем оны етпейді. Онан қашып кетеді оғылықтан. Соға көрі міне шушу сүйімі оны, өтенде міне шу адабият, шайырлық ісі. Оны өзіқті тоздырады. Қиын болады оға. Ол тыншайы мұншайытты білмейді. Сол затқа мұның жалғызлығы, бұға бек қиынайды мұны. Сол жалғызлықтың ақында бұл көп ятлаулар yazған. Егер міне мұнда да бар, жүрегіме салмасы сен салма тұз, ұзақ кетпе ялғыз жүрген жолымды, ұзақ етпе ялғыз жүрген жолымды, екі бұлыт бір-бірімен орынса, ясын оғы сен болар деп қараймын, сені оннан таппай сұлу бұрылсам, жүрегімнен ол қайда деп сұраймын. Ол яшауында ізлейді, өзі яратқан сүйген қызды. Тек табалмайды, өзінің жүрегіне яраған әдем табалмайды. Міне сол жалғызлық бұға бек қиынлықлар берді. Неге десе, янында оны сүйген, оны аңлаған қосағы болған болса, Гамзат яшаудан ертер кетпейгеді. Біз оның көп кітапларын, көп яратушылық ісін көрейгедік, міне бүгінлерді күйезленіп. Сау болыңыз. Тағы да еңізіні біріт айтқым келеді, мен мұда да яздым оның ақында. Міне затты, міне сол заттан тұры. Бұл шайырлық іс, адабият іс, публицистика ісі болса да. Бұлар баршы, бұл затты міне өзлері етпеген адамлар бір еңіл көреділер, бір тыныштай көреділер. Сен жаза қойшы, мен мақымда, ұчық жаза қойсаң, мен мақымда деп сөйлейділер. Мады сөйтіп бір айтадылар. Өкпелеттің келмейді адамларды. Мен айтамын, қарармыз, если яшауыңда очеркке етек затлар бар болса, күліп айтамын, жазармын деп, бәрін жаз болмайыз, потому что бәрі келіспейді әру игі очерклерге затларға. Шайырлық ісі, повестлер, хабарлар, олар бөтенді қиын затлар. Яшау деген тап соғандай 40 тонлы. Тонын шешіп көру оны бек қиын. Олтыраман бір-бірлерде бозарып,
Жүрегіме терең ойды мен қойып, бір ярайды ма шушы сөз бозарып. Бұл сөзді оны тек өзі жаза таныды біледі. Басқа демон аңлап та болмай ақ. Неге десе, сен жазасың. Ну, айтпа, допустим, сен жазасың да, жатлау, жаза жатырсың. Жүк яртысының көбісін яздың, оқып қарадың, саған ярамайды. Ашуланып жертіп таслайсың қағыт. Екінші жол соны тағы да қайтарып жазасың, біраз түрлендіресің, ярамайдса. Опять таслайсың қағытты. Дәтетіп, қысып қолыңа дымалақлап. Оның үшінші, төртінші жол. Еңізінде қалайды саған ярайды yazғаны. Әне сол, бозарып деген сол. Неге десе сенің уже затың, организмің датың дәтпейді. Уже арайсың. Сен оны өзің аңламайсың. Сенің басың саға айтады, яз, әрі өтіп яз, бұл бұлай туыл, міне бұлай ізле. Вот соның ішінде бұл қайда сөз жазғанда бозарып. Сол бір сөзбен жазушының қиын екенін бұл аңлатады сонда. Оның соң еңізінде тағы да бір ойымды айттым мен мұнда да, статьямда да. Біз кадрияды болса да, гамзатты болса да, бөтенді орысша көшірілген әдемлерді айтамын. Кім енді Күртішін Аразбаев көшірмеді көп затын, әне сол дұрыс болмады. Жазып ноғайша шығарып, олтырдылар бір басқа дат ойламай. Әне Сүйін Капаевта болып, Фазил Абзолтев көшірмeye керек еді жазған даттыларды. Соның үшін бұлар енді көшіріп, журналларда шығарып, кадрия книгаларда шығарып үлгірдіше. Сол заттылар етілінген заманда, о заманда ол шайырлар, ол жазушылар тек біздікі туыл, тек ноғайдықы туыл, олар о zaman Россиядықы болады. Алдын Совет елі бар zaman Совет елдікі болады олар. Олар аны елдегі үлкен жазушылардың сырасына кіреділер. Ең алдында болмаса да сол sıraға, сол тізіліскен sıraға олар кіреді. Біз соның үшін оны ұмытпа керек тұғымыз. Өзіқті сыйлықты еңді басылып халық етеді. Басқалар етпейді. Еңді басылып әрбір жазушының өзінің халқы, оның жүрегі қиналатан болса, олар етеді еңді басылып сыйлықты. Но оннан соң әдім өспе керекше, кетпе керек. Соның үшін біз Намзат Ажыгелдиев ноғай, белгілі ноғай yazушы, Кадрия белгілі ноғай шайыр деген сөзлерді айтпай ярамайды. Үйтіп айтпа керек тұғыл. Біз айтпадық. Олар белгілі Россия шайыры, белгілі Дағыстан жазушысы, сөйтіп көп етіп алматырықпыз. Сол сөздің ішіне көп зат қосып атарықпыз. Көп сыйлықты, көп жолды. Көп сау болыңыз. Бұл бізге келіп, толыша біз Намзат Ажыгелдиевтің яратушылық жолы ақында, оның ятлаулар ақында бізге бүгін хабарлағаныңызға сіз көп қулықлар етесіз. Бұлерді Байтеректен, қайдай бай журналымыздың іштелігі. Онда біздің ішші әдемлеріміз, маданият тармағында әдемлер, yazушылар, шайырлар, онда біз бәрінде көреміз, табамыз, жыраушыларды да көреміз, ем сүйіп оқимыз. Келекте де сізге сосындай Байтеректі де мұқаятты өрендірмеге, еметі сіздің сол журналды сүйіп оқитанылар, алаталылар біздің ноғайларымыз араңызда көп болсын. Сізге yorayman yaratушылық үстінліктер, ден саулық, дайымды бізді сөйтіп, яңы шығармаларыңызбен сүйіндіп тұрыңыз. Сау бол. Сағада сен де көп сау бол. Міне мұнда ішлегеніңе сен өзіңді бек көп көмек етесің. Ұзықта біз біреу журнал етеді, біреу радиода, біреу газетте. Біз өзіміздің қолымыздан келген зат етеміз біз. Біз өзімізді аямаймыз. Тек сол ойлайсың да бізден ясларды көрім алса екен, яс үлкенлерді көрім алса екен, балаларын айтса екенлер. Міне бізде мұндай yazушылар бар, мұндай суретшілер бар, мұндай ілімі әдемлері бар деп. Сол затты біздің сүйет ағанымыз сол. Тек өзіңді ойламайсыңшы, бәрінді ойлайсың. Ойламай болмайсың. Халықта қайда көрнеклі адам бар, бәрінді ойлайсың. Я анауының ақыны біреуді біртті айтпайды, я олай болмайдышы деп ізлейсің. Міне Хусин Хасан Болаттыковты да. Әрі ол енді ол второй секретарь обкома болған, обком партии. Әрі ояғын біз қояйық да. Ол енді үлкен адам болған, ноғайлардың ішінде міне деген. Ол әнеуру институтты да оқырғанша. Әлі міне біздің ондағы ноғайлар ішлеп тұрған институтты оқырған. О заманда оның ішінде экономист отделді болған. Көп отделлар болған. Социологист, өшім не де болған оның ішінде. Әлі о затлар тайған көбісі, құру затлар қалған онда. Тарих пен
жатат. Лексика қалған. Соны айтатаным, сондай адам болған, 40-қа да етпей өлген шол, өлтіргенлер соны, сол репрессияда. Жазушы болған өзі, журналист болған, бәр яқтан да ол адам просто янып яшаған. Яшауын сөйтіпті, халық үшін алғасап, халыққа білім берейік, халыққа аңлатайық деп. Мен оның ақында көп тапқан жерімнен, кім не зат оның ақында yazған көп бергем журналда. Журналдың бетіне де мен оны бір керін салдым. Не пайда, оны бір черкес деп соға бір вечер етпейділер әлді. Көп зат етілмейді әлді. Сау болыңыз. Айыл радио тыңлаушылар, сіз де сау болыңыз, бүгін бізді тыңлағаныңызға аман тұрыңыз. Көріскенше күн яхшы.